Барлықтарына сәлем, көптен күткен жаңалық. Шоу бизнесте жылаған әйел кім? Тұрсынбек Қабатовтың әйелі Мөлдір неге жылады? Естеріңізде болса керек, осыдан бірнеше жыл бұрын Тұрсынбек басқа әйел алды деген өсек тараған еді. Содан кейін халық шулап кетті. Ал Мөлдір Әуелбекова кейінгі уақытта жас жігіттермен көзге түсті. Кеше ғана жарыққа шыққан "Арамызда қалсын" әнін жазды. Бұл тек емес, Тұрсынбек пен Мөлдірдің отбасына байланысты тағдыр. Ал бүгін Мөлдір өзінің жеке киносы жарыққа шықты. Бұл кімнің арқасы? Тосынбедік. Ең бастысы, Мөлдір осы күнге дейін ішінен сақтап келген сырын бөлісіп жылап алды. Демек Тұрсынбек басқа әйел алған болуы мүмкін. Неге онда Мөлдір жылады деген сұрақ пайда болды. Кейінгі уақытта шоу бизнес өкілдері арасында ажырасу көбейіп барады. Ал кеше ғана халықтың сүйікті әншісі Наркенже халыққа үндеу жасады. Қысым көріп жүргенін айтты. Осылайша Мөлдір мен Тұрсынбек Қабатов ажырасқан болуы мүмкін.